Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмі керемет болып шығатын ұйғыр мантысының рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Бұл мантының ерекшелігі қамырында піскен кезде қамыры жыртылмай әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай түйілуі де ерекше тәсілмен түйілген. Сол себепті видеомды өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Мантыға қажетті заттардың барлығыны видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Мантымыздың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға 1 кг ұн салып, 1 жұмыртқаны саламыз. 500 мл суға 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып ұнымыздың үстінен құямыз. Осылай жақсылап барлығыны араластырамыз. Менде 1 кг ұннан 60 манты шықты. Қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап басып шығамыз. Біздің қамырымыз осындай жылтырап, әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызға пакет кидіріп қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен соң қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жақсылап басып, 4 бұрыш формаға келтіріп қоямыз. Неке осындай формаға келді. Енді тағы да пакетімізге салып, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Мантымыздың салмасын дайындаймыз. Бізге 1,5 кг ет қажет болады. Етімізді осылай майдалап турап аламыз. 600 грамм құйрық май қажет болады. Құйрық майымызды да солай майдалап турап аламыз. 1 кг асқабақ керек болады. Асқабақты да осылай майдалап турап алдым. Оның етіміздің үстінен саламыз. 600 грамм пияз қажет болады. Пиязымызды да дәл солай майдалап турап алып, асқабақтың үстінен саламыз. Дәміне қарай тұз, ашты бұрыш, қызыл тәтті бұрыш, 100 мл су құямыз. Қолымызбен осылай жақсылап араластырып шығамыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Үшеуін осылай бетіне пакет жауып қоямыз. Біреуін осылай бөліктерге бөліп, домалақ шариктар жасаймыз. Менде осылай бір бөлектен 15 шарик шықты. Неке барлығына шариктар жасап алдым. Енді барлығын жеке-жеке жайып шығатын боламын. Осылай ұн сеуіп отырып жайыңыздар. Қамырымыздың жұқалығы орташа көлемде болады. Осылай оқтаудың көмегімен жақсылап шеттерін басып шығамыз. Қамырларды жайып болдым. Енді түйеміз. Осылай қамырды қолымызға алып, 2 ас қасық салмасынан саламыз да, осылай бас жағын бірінші қысып алып, 2 жағын бір-біріне қарай жабыстырып шығамыз. Сонда біздің мантымыз осындай әдемі болып шығады. Егер де бұлай түйе алмаймын десеңіздер, өздеріңіздің қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Біздің мантымыздың дәмі өзгеріп кетпейді. Ал негізі міне сіздерге тағы да қайталап мантыны түйуді тағы бір рет көрсетейін. Міне видеода жақсылап мұқият қарасаңыздар, оп оңай.
Видеом ұнап жатса, лайктарыңызды аямай, комментария жазып, каналыма тіркеліп, каналымның дамуына, өсуіне өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Осы мантыларды түйіп жатқан кезде мантаварканың суыны қойып қойыңыздар. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған болуы керек. Мантаваркамыздың үсті жағын осылай сұйық маймен жақсылап майлап, мантыларымызды осылай әдемілеп, арасын қатты жақындатпай теріп шығамыз. Мантыларымызды газымыздың ең биік отында 40 минуттай пісіріп аламыз. Мантыларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай сондай сочный, дәмді болып шықты. Менің жолдасым бұл мантыны қатты ұнатады. Сол себепті мен тек қана осы ұйғыр мантысыны жасаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер.